Қайырлы күн әріптестер. 2019 жылдың 1 қыркүйегінде Қарағанды облысында пилоттық режимде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі басталды. Осыған байланысты бүгін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің цифрландыру офисі сізге амбулаториялық емханалық көмекті қаржыландыру пакеттерін анықтау алгоритмін түсіндіреді. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық медициналық көмек екі пакетке бөлінеді. Бірінші пакет – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі. Яғни бұл бастапқы медико-санитарлық көмек көрсету орталығы қызметтері. Барлық халық үшін консультативтік диагностикалық қызметтердің ең аз қажетті көлемі. Және айналасындағылар үшін қауіп төндіретін және динамикалық бақылауға жататын әлеуметтік мәні бар аурулармен ауыратын пациенттер үшін қызметтердің кепілдік беретін көлемі. Екінші пакет – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Бұл тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне тізбесіне енбеген консультативтік диагностикалық қызметтердің көлемі. Қаржыландыру пакеті жолдаманы жасау немесе жолдамасыз қызмет көрсету фактісін енгізу кезінде бір рет анықталатын болады. Амбулаториялық емханалық көмек пакеттерін бөлу алгоритмін іске асыру кезінде біз ұстанған басты қағидаттар бұл. Бірінші, дәрігер тек клиникалық ақпаратпен жұмыс істейді. Дәрігерге төлем түрін, қызмет түрін, қаржыландыру көзін және басқа клиникалық емес аппараттарды көрсету қажет емес. Қаржыландыру көзі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесімен автоматты түрде анықталады. Және үшінші, басты есеп бірлігі кеңестік диагностикалық қызмет. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі медициналық қызметтердің түрлерін нақты бөлінуі бойынша жұмыстар жүргізді. Кешенді жан басына шаққандағы нормативке енгізілген қызметтер және кешенді жан басына шаққандағы нормативке енгізілмеген қызметтер. Кешенді жан басына шаққандағы нормативке енгізілген қызметтер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 281 бұйрығының 1, 2, 3 қосымшаларында және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 626 нөмірлі бұйрығының 2 қосымшасында көрсетілген. Кешенді жан басына шаққандағы нормативке енгізілген барлық қызметтер үшін қаржыландыру көзі тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі автоматты түрде анықталады. Кешенді жан басына шаққандағы нормативке енгізілмеген қызметтер 626 бұйрықтың 3 қосымшасында көрсетілген. Кешенді жан басына шаққандағы нормативке енгізілмеген қызметтер үшін қаржыландыру көзі алгоритм бойынша анықталатын болады. Ол туралы біз кейінірек айтып береміз. Барлық қызметтер күн сайын тарификатор коды бойынша медициналық ақпараттық жүйелерге енгізілуі тиіс. Қаржыландыру пакетін анықтау үшін қажетті деректер осы слайдта көрсетілген. 7 алаңнан тек 4 өріс қолмен енгізілетін болады. Қалған барлық өрістер басқа ақпараттық жүйелердің деректері негізінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесімен автоматты түрде анықталатын болады. Бағыттар мен қызметтерді жолдамасыз енгізгенде қол жетімді болатын деректер қызыл жақтауда көрсетіледі. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қызметтердің 3 қаржыландыру көзі анықталады. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және сақтандырылмағандар үшін ақылы. Тағы да бір айта кетейік, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде алғашқы медициналық санитарлық көмек қызметтері. Барлық халық үшін консультациялық диагностикалық қызметтердің ең аз қажетті көлемі және қызметтердің кепілдік берілген көлемі көрсетілетін болады. Әлеуметтік маңызы бар аурулармен ауыратын пациенттер үшін, айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулармен ауыратын және динамикалық бақылауға жататын пациенттер үшін. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде жолдамасыз қызмет жіберу немесе алу кезінде сақтандырылған пациенттер үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесіне енбеген қызметтер көрсетілетін болады. Бастапқы медико-санитарлық көмек көрсету орталығы маманының жолдамасынсыз тек қана көрсетілуі мүмкін мына қызметтер. Бірінші, жылжымалы медициналық кешендер мен медициналық пойыздарда көрсетілетін қызметтер. Екінші, бір жағдай шеңберінде диагнозды верификациялау үшін профильді маман қосымша зертханалық аспаптық зерттеулерге және басқа профильді мамандардың консультациясына жіберген кезде. Үшінші, профильді маманға қайта қабылдауға өтініш білдірген кезде. Төртінші, пациент жарақат бойынша жүгінген кезде немесе шұғыл және жоспарлы стоматологиялық көмек көрсеткен кезде. Бесінші, дерматовенерологиялық профилі аурулары бойынша пациент жүгінген кезде. Алтыншы, Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне және оларға теңестірілген тұлғаларға.
Кепілді көлемге кірмейтін қызметтерді алу кезінде сақтандырылмаған пациенттер үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесі сақтандырылмаған пациенттер үшін қаржыландыру көзін автоматты түрде анықтайды. Мұндай қызметтер өтелуге жатпайды. Осы слайдта қаржыландырудың барлық көздерін анықтау мысалдары көрсетілген. Қызметтерді қаржыландыру көзі дұрыс анықтау және қаржылық құжаттарды дұрыс қалыптастыру үшін келесі қағидаттарды сақтау маңызды. Бірінші, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесінде деректерді өзекті жағдайда ұстау. Бұл бекітілген халық тіркелімі, ресурстарды басқару жүйесі, бұл диспансерлік науқастардың электрондық тіркелімі және жүкті әйелдер мен фертильді жастағы әйелдердің тіркелімі. Екінші, қызметке жолдау немесе қызметті жолдамастан енгізу кезінде жүгіну себебін дұрыс кодтау маңызды. Үшінші, диагнозды дұрыс кодтау өте маңызды. Қорытынды, ілеспе және басқалар. Осы тармақтарды сақтаған жағдайда сіздің медициналық ақпараттық жүйеңіз мен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесі арасындағы мәліметтер мен ақпарат алмасу кезінде қаржылық құжаттар мен статистикалық деректер мен есептерді қалыптастыру кезінде сізде проблема болмайды. Медициналық ақпараттық жүйелерде ақпарат жүргізу, жүгіну себептерін, диагноздарды кодтау кезінде сізге диагноздардың сыныптары мен жүгіну себептерін салыстыру кестесі көмектеседі. Бұл кесте 626 бұйрықтың бірінші қосымшасында келтірілген. Бұл дәрігер немесе медициналық қызметкерлер үшін жадындама ретінде ол әрқашан қол астында болуы керек. Біз сіздерді амбулаториялық емханалық көмекті қаржыландыру пакеттерін анықтаудың қысқаша алгоритмімен таныстырдық. Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінде жаңалықтарымызды қадағалап, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің арнасына жазылыңыз. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.